Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жем қосылған сүзбелі пирог пісіреміз. Жасалу жолы әдеттегідей өте оңай және тез. Құрамына аса көп ингредиенттер қажет етпейді. Құрамына керекті тағамдар әр үйде табылады деп ойлаймын. Осы пирогты сізге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алда әлі неше түрлі видеолар болады. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басуға ұмытып кетпеңіздер. Керекті тағамдардың мөлшерін видеоның астына жазып қоямын. Алдымен қамырын дайындаймыз. Осындай бір табаға кефир қоямыз. Үстіне тұз бен сода саламыз. Жақсылап араластырып алып, бір жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне шекерімізді саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Араластырып алған соң, еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Массамыз біркелкі болған соң, үстіне ұнымызды түгелімен салып жібереміз. Алдымен лопатканың көмегімен біркелкі етіп аламыз. Содан соң қолдың көмегімен қамыр илейміз. Салмасына керекті ингредиенттердің бәрін осылай блендердің стаканына саламыз. Егер де сізде блендер болмаса, обычный венчиктің көмегімен де араластыра беруге болады. Осылай блендердің көмегімен біркелкі масса болғанға шейін езіп аламыз. Қамырдың 3/1 бөлігін бөлек алып қоямыз. Ал қалған 2/3 бөлігін астына сәл ұн сеуіп, осылай илеп шығамыз. Өзіңіздің формаңыздың размеріне қарай илейсіз. Илеп болған соң, осылай формаға салып, жан-жағын келістіріп аламыз. Жан-жағын келістіріп дайындап болған соң, үстіне салмасын саламыз. Жаңағы алып қалған қамырдан осылай үстіне полоска етіп жайып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша үстін әрлей беруге болады. Үстіне қамырын жайғастырып болған соң, осылай шамамен 1 шай қасық джемнен салып шығамыз. Менде осындай Махеевтің джемі. Сіздер өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі джемді салай бересіздер. Жұмыртқаның сарысымен осылай үстін жағып шығамыз. 30-35 минутта қызып тұрған 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Толықтай суытып аламыз. Суытып алған соң, үстіне сахарный пудрымен әрлейміз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ас болсын.